екінші әйелдің плюсы мен минусы. Енді плюсынан бастайық. Көп адамдар, еркектер сөйлескен кезде осы тема қазір ең өтімді ғой. Жаңағы екінші әйел, қазақтар кезінде Алланың өзі 4 әйел рұқсат берген деп. Екінші әйелдің плюсы, конечно, сен екінші әйел алған кезде сенің андай әлгі конфетно-букетный периодың қайтадан басталады. Бәрі өмірде қызықты нәрселер, қызықты бір ситуациялар болады. Ол плюс. Бірақ минус жағы бар. Қызғану деген бар да, жаңағыдай бір-біріне деген қызғану. Жаңағыдай мына үйге барсаң мындай нәрсе істедің, мына үйге барсаң мындай нәрсе айттың деген сияқты. Сондай кейде тоже и конфетный букетный цвет, и жаңағыдай қызғану ситуациясы бір эмоцияң жестко жық деп өзгеріп тұрады. Тағы бір плюсы, сен мына жақта мысалға үйреншікті бала шағаң, өзіңнің семьяң, өзіңнің жаңағыдай әйелің, өзіңнің бір семейный традицияларың бар. Сен бұл жақтан шығып, мына жаққа келесің, бұл жаққа келгенде айтқанда тек бір адам, ешқандай отвлекация ететін жоқ. Сен кітап оқысаң болады, сен басқа нәрселермен, жұмысыңмен айналыссаң болады, сен полностью фокуста боласың. Но оның минусы, сенің бала шағаң саған үйреніп қалған ғой. Ол сенің кейде бір күн көрмейді, кейде 2 күн көрмейді, кейде 7 күн көрмейді, сұрайды. Қайда? Неге үйде қонбайды деген сияқты, сондай тағы бір минусы бар. Тағы бір плюсы. Сен екінші әйеліңе әртүрлі нәрселерді көрсетесің ғой. Театр, музейға апарасың, басқа қалаға апарасың, бір тойларға қатыстырасың. Ол оған таң қалып, саған деген сияқты, ол үшін ол жаңалықта, ол сені вдохновлять етеді. Саған бір екен, мен адамды бақытты қылып жатырмын деп ойлайсың. Но минус жағы бар. Мына жақтағы жаңағыдай семьяңа келген кезде ол кісі үшін ол бір банальный нәрсе сияқты да. Ол кісіні де сол ресторанға, не болмаса сол тойға, не басқа қалаға, басқа елге апарсаң, ол кісі де бұрынғыдай таңғалу болмауы мүмкін. Сен соған да дайын болу керексің. Былай айтқанда, орысша бір күшті сөз бар. Умеешь принимать плюсы, научись принимать минусы деген сияқты. Екінші әйелдің сондай өзінің плюсы мен минустары бар. Егер де шынымен де екінші әйел алуға дайынмын десең, әлі де біраз айтылатын ақпарат бар. Саған осы қызық болса, осы рилстің астынан екінші әйел деп жаз, мен саған ойыммен бөлісейін.